Құранда бір аят бар екен. Аллах Тағала айтады екен: сен менен бір бала сұрасаң, мен саған көп балдар берем, яғни көп перзент берем. Сен осы бір-ақ сөзді айтшы, мен саған барлығын берем. Не только бала, бүкіл сенің қайғы қасіретің барлығын орындап берем. Қайғастырам, проблеманың бәрін шешіп берем. Тек маған сол бір сөзбен маған жақындашы деп айтады екен. Ол сөз астағфируллах, Аллах мені кешір деген сөз. Астағфируллах ва атубу илейх, Аллах Тағала мені кешіре көр, мен саған тәубе етем деген мағынаны білдіреді. Астағфируллах ал-азим ва атубу илейх. Аллах Тағала күнәларым үшін кешірім сұраймын және тәубе етем деген мағынаны білдіреді. Дәл осы истихфарды айтып балалы болып жатқан отбасылар өте көп. Сіз де жолдасыңыз екеуіңіз тоқтамай 24-те 7 осы истихфарды айтыңыз.